Жағдайлар жақсылау көліктерді түсірейік. Осы жерден бастап қазір көреміз не деп жатқандарын. Toyota Camry'ден бастайықшы. Сырты күйіп тұр. Қанша екен білеміз қазір. Сыртын көріп алайық. Жалтырап тұр екен. Жағдайы жаман емес сияқты. Бағасын білейік. Toyota Camry 2014 жылғы дейді. 2.5 объемы, автомат. Коробкасы автомат. 9 миллион 500 мың теңге дейді. Пробегі 146.477 жүрілген екен. Салон кожа, телефон номер жазылып тұр. Toyota'ның жағдайы осындай. Қасында тұрғанда да Toyota тұр. Бұл не дейді екен? Сыртынан бір көрсетіп кетейін. Бағасы 5 миллион 500 мың. Японский сборка дейді 2003 жылғы, объем 2.4. Телефон нөмірі мінекей жазылып тұр. Осы нөмірге алсаңыздар. Мына жер жалтырап BMW тұр екен. Оны қалай өтіп кетеміз көрмей. Көріп кетейік. 2008 жылғы объем 3. Бағасы 8 миллион 200 мың. Задний привод. Телефон жазылып тұр. Жалтыратыға тұрып сүртіп. Осындай жағдайы сыртқы күйі. 2013 жылғы Toyota тұр. 2013 дейді. Қазір көреміз. Бірі көрсетіп шығайын. Сосын бағасын көреміз қанша екен. 9 миллион 600 мың дейді. 2013 объем 2.5 автомат коробка. Телефон нөмір жазылып тұр. Сондай алсаңыздар. Toyota американец деп жазып қойыпты. Көрейік та. Көпедек түсі сұр. Демекен жылтырап тұр. 2003 жылғы объем 2.4 американец дейді. 5.1 дейді. 5 миллион 100 мың осында. Телефоны жазылып тұр. Жағдайы осындай. Жақсы машиналар көп екен, қазір көп шығамыз бір. Тырысамыз жақсыларын көрсетуге. Toyota Prius дейді. Түсі әдемі екен. Қазір көріп өтейік. Шашыла ма? Кімдікі сіздікі ма? Жабық тұр есіге. Toyota Prius'тың сырты күйі. Ояғанда түсі жақсы әдемі жалтыратып қойған екен бұнда. Қазір бағасын білеміз. Бұл Prius'тың бағасы 6 миллион 500 мың дейді. 2009 жылғы объем 1.8 автомат коробкасы. Телефон нөмір жазылып тұр. Цвет күшті екен да? Цвет күшті екен. Мына Kia не деп тұр? Көріп кетейік те. Toyota'лардың арасында тұр. 7 миллион жарым дейді. Kia Optima дейді. 2011 жылғы автомат коробкасы. Полный электропакет дейді. Оны жазып қойыпты. Осындай бұл Kia'ның. Сіздікі ма? Жағдайы, бағасы бәрі осы. Есік ашық тұр дейді. Соқ тұр. Мына жерден Mercedes көріп қалдық. Бұл Mercedes'ті де көріп кетейік. Не деп тұрған? Mercedes S-класс дейді. Іште салонда күшті екен. Қандай екен, қанша екен. Сыртқы жай күйі осы. Бұл Mercedes S-класстың бағасы 5 миллион 800 мың. 99 жылғы объем 2. Телефон нөмір жазылып тұр. Мына Audi, қызық Audi екен. Көрейікші? Не деген Audi екен? 2011 жылғы дейді. Объем 1.4 дейді. 4 миллион 500 мың. Телефон нөмір жазылып тұр. Қызық деп тұрған неке арт жақтары мұндай қызық. Компақ. Audi A3 дейді. Audi A3 деген осындай болады ма? Осы Audi A3 деген. Mercedes'тің түсі әдемі екен. Түсі жасыл ма, не бұна? 2002 жылғы объем 3.2 автомат дейді. 5 миллион 950 мың. Телефон жазылып тұр. Задний привод деп тұр. Артын ашық қойыпты. Салонын көріп жіберейік. Ашық болса, салон ашық тұр екен. Салонның жағдайы мінекей осындай. Кожа. Осы бұл Mercedes'тің жағдайы. Багажын ашық. Газ бар ма? Бензин? Бензин дейді. Саудасы бар ма? Түсіресің бе? Түсірем дейді саудаласыңыз. Мана нөмірге соғып қалдысыздар. Hyundai не дейді? Лөке, үндемей алдың ғой. Не мынау арзан емес па? Не болып кетті ме? Қымбат машина сияқты болып кетті ме? Қымбат болғанмен тұратын машиналар осындайға. 2015 жылы мынау 6 миллион 600 мың дейді. Жақсы машиналар. Polaris дейді. 141 мың жүрген 1.6.
Телефон нөмірімде жазып тұр. Саған қалсастыр. Қайсысын арзан берші дейсің? Арзанды тұр. Иә. Subaru. Subaru'да арзан сияқты дейді. Үлкен көп кетейікші. Мүмкін бірден біліп айтады осы. Да? Бірден біліп айтасың деймін сен. 4 миллион 300 дейді. 4 миллион 300 мың дейді. 2003 жылғы. 2 дейді, объемы автомат екен. Осындай Subaru. Chevrolet Malibu тұр. Малибулар негізі әдемі машина. Маған осы машина ұнайды. Бағасы нормальный болса бар ғой. Camry сияқты. Шынымен де Camry сияқты түрі. Енді жүрісті, несі, шыдамдылығы қалай екен, оны білмеймін. Оны мініп көрген адамдар жаза кетер комментарийдің астына. Қазір бағасын білейік енді. Malibu 2016 жылғы 1.5 турбо дейді. 8 миллион 200 мың. Телефон нөмір жазып тұр. Торг обмен дейді, ауыстыруға да болады деген сөз болар. Осындай бұл Malibu. Мынандай Polo тұр жалтырап. Көріп кетейік, томпит тұр екен. Көрмеске болмайды да, томпит тұрғасын. Ішін өштейін бе? Жабық тұр іші. Жағдайы осы. Көріп тұрғандарыңыздай. Айка ашам дейді ой есігін. Қазір ішін көрсетіп жіберем. Осы жағдайы. Салон іші. Мінекей Polo. Жылдырап тұр, ішін таза алып кетті. Таза ұсталған екен. Іші енді жақсы. Мінекей. Жағдай қазір бағасын білейік. Қанша екен? Жылын білейік. Бағасы 5 миллион 600 мың ба, 500 мың ба? 600 мың деп тұр. 2015 жылғы автомат 6 ступка дейді оған. 165 мың жүрілген передний привод. Телефон нөмір жазылып тұр. Бүгіндегі базарда мінекей машинаның көптігі соншалық семей жатыр. Ортада тұр ғой, жолдың бойында. Мінекей мына жақта да сол. Ортаға қойып тастаған, мана ішінде охранниктер машина ал деп айқайлап жүр. Ал адамда көп, машина сатушылар да көп. Мына Nissan'ды көріп кетейікші. Nissan Sentra дейді. 1.6 объемы 2014 жылғы. Бағасы келісім бойынша дейді, бағасын жазып жатыр. Телефон нөмір жазып тұр. Пробегі 480 мың. Бұның жағдайы сыртын көрсетіп жіберейік. Осындай. Мына нөмірге хабарласып саудалассаңыздар болады, бағасын білесіздер. Не мынау? Мерседесті үлкен көріп қалдық та. Арзан екен түсірейікші дейді. Қазір қаншалықты арзан екен көрейік, сыртын көрсетіп алайыншы. Енді жылы ескілеу ғой, үлкен бұның. 89 арзан деп тұрғанмын. 89. 89 жылғы, иә. Так, бағасы? 3 миллион 700. Ал 3 миллион 789 жылғы. Объемы 2-2 дейді. Төбесі ашылады. Салон свежий дейді. Пробег 777 дейді. Қалай 7777 деп қойыпты, енді оны былай тек жазып қойған сияқты. Одан көп жүрілген болар. Ну, сыртқы күй жағдай. Бұл Мерседестің 89 жылғы. Неге осындай шыттығы Мерседестерді көрсетші, күлеке, айтшыш? 2006 жылға дейсің. 2006 жылғы ма? Так. 6 миллион 200. 6 миллион 200. 6 миллион 200 дейді. 2006 E2 деген Мерс екен. Телефон нөмір жазып тұр, дұрыс көрінбей тұрған шығар. 77 774 24 деген нөмір. Соны қаласыздар. Сыртын жалтыратып түтті отырған. Нөмір Мерс әдемі екен де, шағын екен. Мәссән бағалар жазылмаған ба неге көрейік. Байран шыттып тұр екен, томпиып тұр екен. Бағасы қанша әншек? Бағасы қанша мына Мерстің? Жоқ сияқты адамы. 8 миллион дейді. Не дейді мынау Мерс, не деп айтылады? Қазақтар. Банан? Қазақтар банан деп айтады дейді мына Мерседес. Шынымен де банан сияқты екен түрі де. Есігі жабық тұрған сияқты. Ашық тұр ғой есігі. Спортивный сияқты көрді ме деге? Бәсе спортивный дейді. Газды басы аңыра болып жүре береді екен ғой. Мінезі сразу үйленесің дейді? Сондай машина ма? Ал бойдақтар алсын дейді ғой. Алған адам сразу үйленіп кетеді дейді. Күшті екен. Әдемі екен, действительно. Крылый Верса дейтін көлік дейді ғой. Жеті адамда екен. Көріп кетейік, не деп тұрғанын. Сыртын көріп алайық. Жағдай осы, былай қарағанда жаман емес, рөл сол жағында. Нормально. Так, нөмірі қазақ. Ішін көрсетейін бе? Іші ашық болса, ашып көрейік. Ашық тұр екен. Ішкі жағдай екен.
бағасын көрейік. Бағасы 5 миллион 900 мың теңге. 7 адамдық телефон нөмірі жазылып тұр мінекей.